Оқушылар, біз бүгін 9 сыныпқа арналған Science and Technology деген 9-шы бөлімге бөлім бойынша жиынтық бағалауды талдайтын боламыз. Яғни ғылым және технология деп аталатын бұл жұбымыз 2 тапсырмадан тұрады: reading and writing. Яғни бірінші оқылым бізге мәшетке do, don't деп шығуымыз керек. Яғни тексті оқып, интернеттен, яғни нені табуға болады, немесе яғни қалай іздеуге болады, немесе қайсысын жазуға болмайды деген сияқты. Негізгі текстіміз how to be a safe and smart searcher. Яғни қауіпсіз, сондай ақылды іздеуші қалай болуға болады. Енді біз дұрыс жауаптан көрейік. Бізде енді 4 сөйлем беріліп тұрген. Басында соған бірінші do, екінші don't, үшінші do, төртінші don't деп айтады екенбіз. Және бізге 2 сөйлемді paraphrase деп тұр екен, яғни ол біз сол сөйлемді өзгертуіміз керек, бірақ мағынасы дұрыс қалу керек. Мысалға, several keywords will help to find better results. Better results can be found by using several keywords. Яғни біз passive voice қолданып, ол үлгісінде көрсетіп тұр, яғни дәл соны басқаша, яғни несімен беруге болады. Синониммен, мәшетке мен жазайын қарап отырып. Енді бізде бірінші сөйлеміміз, ол дұрыс жауапта жоқ, бұны әркім өз жасайды. Remove unwanted results by adding a minus symbol. Яғни минус символын қолданып, дұрыс емес, яғни жеріңді алып тастауға болады дейді. A minus symbol деп баста деп тұр бізге. Minus symbol helps us to remove unwanted results. Десек, оның мағынасы өзгермейді. Екіншісі, information деп бастауымыз керек. Check your information on other websites before accepting it. Не істе дейді, ақпаратты тексеріп ал, басқа веб-сайтқа кірместен бұрын. Information should be checked. Тексерілу керек. Should be checked on other sites. Before accepting жазса да болады, іште жазбаса да болады. Мінекей осылай өзгерттік. Енді екінші тапсырмамызда write an essay. Бізде эссе жазуымыз керек. Modern technology has made life easier and safer. Яғни біз технологияның жалпы артықшылықтары мен кемшіліктерін көрсетуіміз керек. Ол үшін бізге 4 абзацтан тұратын жаз деп тұр. Яғни біріншісінде жалпы информация, жалпы ой, екіншісінде артықшылықтары advantages, үшінші disadvantages, яғни кемшіліктері, төртінші жалпы қорытынды. Мінекей бұған тақырып қоюға да болады. Тақырып қоймай, осылай жазуға да болады. Modern technology has made life easier and safer. Яғни ол біздің өмірімізді, яғни жаңа технология оңайырақ және қауіпсіз қылды. Бірақ оның сонымен қатар қиын және қауіпті.
Соның ішінде оның артықшылықтары ол бізде яғни әртүрлі біздің орнымызға жұмыс жасайды. Мысалы роботтар бізді қауіпсіз қылады немесе емдей алады, ыңғайлы, және оны мысалға жатып та жұмыс жасап беруге болады. Ал оның кемшіліктері ол зиян, яғни денсаулыққа, өзге мысалға ол бізді жалқау қылады, және ол мысалға тез сынып қалуы мүмкін. Мысалы қайта батарея ауыстыру керек болады деген сияқты мен өз ойымды осылай қысқаша жазып шықтым. Қорытындылай келе деп өзіміздің ойымызды істеп жіберсек, жазып жіберсек, яғни оның артықшылықтары да кемшіліктері де бар деп. Technology has pros and cons деп алсақ та болады, артықшылықтары мен кемшіліктерін. That's why, сондықтан оны дұрыстап, яғни өз орнымен қолдануымыз керек. Use it with brain, ақылмен жұмсауымыз керек деп жаздық. Мінекей. Яғни 4 абзац шықты. Мынау кіріспе, мынау екеуі негізгі бөлім және қорытынды. Сонда бізде барлығы бірінші тапсырма бойынша 4, 5, 6, яғни 6 балл. Екінші тапсырма бойынша да 6 балл беріледі екен, сонда барлығы 12 балл. Сұрақтарың болса комментарийға жазып, лайк басуды және каналға жазылуды ұмытпаңдар. Goodbye, good luck to you. Сендерге сәттілік тілеймін, оқушылар. Сау болыңдар.